Аға, мені бүгін ешкім саумасыншы. Неге? Не болып қалды? Желінім қатты ауырып тұр. Мінекей, сүт те өзгерген. Бұл маститке ұқсайды. Мастит дейсіз бе? Неше күннен бері қиналып мазасызданып жүр едім ғой. Сиырыңыздың желіні қызарып, ісініп, қатайып кеткен, желіні бітеліп, сүт шықпай қалған, немесе сауғанда қан ірің аралас сүт шыққанын байқасаңыз, бұл желінің қабынуы, яғни маститтің белгісі. Маститтің жедел немесе жеделдеу бактериялық түрінде Бравамаст 1-ді қолданамыз. Ауру бөлікті толық сауып босатамыз да 10 мл желін каналына баяу енгіземіз. Күніне 2 рет 2-3 күн қолданамыз. Бравамаст 2-діні да маститтің түріне қарай қолданамыз. Ол серозды, катаральды, фибринозды, іріңді және субклиникалық маститтерде қолдануға арналған. Содан кейін сульфацевті қолданамыз. Ол мастит кезінде бактерияларға қарсы әсер етіп, қабыну мен ісінуді азайтуға көмектеседі. Ауырсыну, қабыну немесе дене қызуы көтерілсе, кефенді қолданамыз. Сиырдың бұлшық етіне немесе көк тамырынан енгізіледі. Мастит кезінде жүйелік антибиотик қажет болса, цефтиоклинді қолданамыз. Препаратты тері астына немесе бұлшық етке инъекция түрінде енгіземіз. Содан кейін сыртқы күтім үшін мастисепт активті қолданамыз. Ол желін аймағындағы қабыну мен ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Сиырдың ең жанды жері желіні. Желіннің қызаруы, ісінуі, ауырсынуы, сүттің үйі немесе түсінің өзгеруі маститтің белгісі. Бұл сиырыңыздың жалпы жағдайына әсер етуі мүмкін. Маститті асқындырмай, алғашқы белгілерінде ветеринарға көрсетіңіз. Немесе осы өнімдерді кез келген ветаптекадан алып, қолданып көріңіз.